Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Сабағымызды үй тапсырмасының сұрақтарына жауап беріп көріңіздер. Электр терістілік ұғымын қалай түсінесіздер? Жауап берейік ішімізден өзімізге. Нүктелер мен айшықтар диаграммасы дегенде нені түсінесіз? Нақты мысал арқылы түсіндіріңіздер. Оқушылар, мына мәліметке мән берейік. Натрий белсенді металл, сумен, оттекпен өте жылдам әрекеттеседі. Оның керосин астында сақтайды. Хлор жасыл түсті газ. Екеуі де ас дайындауда пайдалануға жарамайды. Біз күнделікті тамақ пайдаланып жүрген ас тұзы натрий және хлор элементтерінен тұрады. Неліктен біз натрий хлоридінің белгілі мөлшерін ас дайындауда пайдалана аламыз? Осы сұрағымызға жауап іздеп көрейік. Атом ол бір электронын беріп жіберіп, кез келген атом электронын беріп жіберіп, катионға айналады. Мысалы, натрий. Реттік нөмірі 11, электронды конфигурация 2,8,1. Атом күйінде оның тотығы дәрежесі 0-ге тең. Енді сыртқы энергетикалық қабатында бір электронды беріп жіберіп, атом күйінен ионға айналады. Электронды конфигурация 2,8,0. Сол уақытта натрийдің тотығы дәрежесі +1-ге ауысады екен. Ионға айналу сызбасын жазып алыңыздар. Ал кейбір атомдар электрон тек қана беріп жіберіп қана қоймайды, электрондарды қабылдай алады екен. Сол уақытта ол анионға айналады екен. Мысалы, хлорды қарастырайық. Хлордың реттік нөмірі 17, үшінші периодта орналасқан, электронды конфигурация 2,8,7. Атом күйінде оның тотығы дәрежесі 0-ге тең. Сіздер білесіздер, сыртқы қабатында электрон саны 7. Оның периодты аяқтау үшін тек қана бір электрон жетіспей тұр. Сол себептен хлор бір электронды қосып алып, электронды конфигурация 2,8,8 және ол анионға айналады. Хлордың тотығы дәрежесі -1 болды. Ионға айналу сызбасын жазып алайық. Бұл жерде натрий мен хлор атомдары көрсетілген, және атом бір электронын хлорға беріп жатырған байқаймыз. Соның себебінен натрий оң зарядталған ионға, хлор теріс зарядталған анионға айналған байқадық. Сұрақ сіздерге қандай байланыстың сызба нұсқасына ұқсайды? Жауап берейік оқушылар. Әрине дұрыс айтасыздар. Иондық байланыстың түзілуіне ұқсайды екен. Жазып алайық. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы иондық байланыс болды екен. Сонда біз ас үйде пайдаланатын натрий хлоридінің арасындағы байланыс қандай болды балалар? Иондық байланыс болды екен. Сол себептен біз натрий хлоридін ас тұзы ретінде астың дәмін келтіруге пайдаланып отырық. Иондық байланыстың түзілу есебінен. Енді сабағымыздың мақсаты иондық байланыстың қарама-қарсы зарядталған иондардың электростатикалық тартылу нәтижесінде түзілетіндігін түсіну. Сіздің меңгеретініңіз иондардың электростатикалық тартылуы. Электр терістіліктерінің мәнінде үлкен айырмашылық болатын атомдар арасында хлор химиялық байланыс түзіледі. Электр терістілік жоғары 1,7-ден болған жағдайда дейді. Ортақ электрон тығыздығы электр терістілігі үлкен атомға қарай ығысады. Мысалы, натрий мен фтордың бейнелеп көрсетілген. Натрийдің электр терістілігі 0,9, фтордікі 4-ге тең. Қайсының электронды беріп жіберіп, қайсы электронды қоса алады деп ойлайсыздар? Әрине дұрыс айтасыздар. Натрий электрон беріп жіберіп, катионға айналады, ал фтор электронды қосып алып, анионға айналады екен. Бұл жерде электростатикалық тартылыс күші қайсында жоғары болады? Фторда, себебі оның электр терістілігі 4-ге тең. Натрий және фтор атомдарының әрекеттесу көрсетілген. Атомнан ионға айналғандығын байқап отырсыздар. Ион
Бұл электрон беру немесе алу нәтижесінде түзілетін зарядталған бөлшек екен. Және мына мысалды қарастырамыз. Натрий фторидін. Натрийдің электрондық конфигурация, фтордың электрондық конфигурация. Екеуі де атом күйінде тұр. Енді натрий сыртқы энергетикалық қабатында бір электроны бар, үшінші периодта орналасқан және ядродан алшақ орналасқандықтан ол электронды тарту күші әлсірейді де электронды бері жіберуге қабілеттілігі жоғары болып келеді екен. Ал фторда керісінше екінші периодта орналасқан және сыртқы энергетикалық қабаттағы электрон саны неғұрлым көп болған сайын ядроға тартылу күші жоғары болады. Сол себептен ол электрон бермейді, жетіспей тұрған электронды өзіне қосып алады. Нәтижесінде натрийдің сыртқы қабатындағы бір электронды өзіне тартып алып, иондарға айналады екен. Натрий ионы және фтор ионына. Сонда натрийдің тотығу дәрежесі +1-ге, фтордың тотығу дәрежесі -1-ге ауысты екен. Сызба нұсқа күйінде жазып алыңыздар. Яғни натрий атом күйінде бір электронын беріп жіберіп ионға айналды, фтор электронды қосып алып анионға айналған. Жазып алайық дәптерімізге. Сонымен электростатикалық тартылыс кулон күштері арқылы қарама-қарсы зарядталған иондар арасында түзілген байланысты иондық байланыс деп атайды екен. Қарама-қарсы зарядталған бөлшектердің электростатикалық күштері арқылы бір-біріне тартылу нәтижесінде түзілген байланысты иондық байланыс деп атайды. Жазып алып отырайық. Иондар жай және күрделі деп бөлінеді екен. Жай иондарға мысалы натрий катионы, кальций катионы деген жатқызамыз. Ал жай аниондарға фтор, хлор аниондарын жатқызады екен. Ал күрделі катион дегеніміз не? Ол күрделі комплексті қосылыстағы иондарды жатқызамыз. Мысалы аммоний ионы. Немесе күрделі аниондарға сульфат анионда жатқыза алады екенбіз. Жазып алып отырыңыздар. Оқушылар, сіздерге тапсырма нөмір 1. Мырыш пен күкірт атомдар арасында иондық байланыстың түзілуін бейнелеңіз. Екінші тапсырма, кальций мен азот атомдар арасында иондық байланыстың түзілуін бейнелеңіз. Дескрипторға мән береміз. Иондық байланыстың мәнін сипаттайды. Иондардағы бөлшектер санын сурет бойынша толықтырады. Катионның электрондық конфигурациясын жазады. Анионның электрондық конфигурациясын жазады. Иондық байланыстың түзілуін бейнелейді. Келесі, берілген жұптарды, яғни берілген жаттығуды жұп болып орындаймыз. Төмендегі атомдар арасында иондық байланыстың түзілуін бейнелеңіз. Бірінші жұп литий және хлор, екінші жұп магний және фтор, үшінші жұп калий және азот, төртінші жұп алюминий және фтор, бесінші жұп кальций және фтор. Жұптар тапсырмамызды жазып алайық. Тез етіп орындауға дағдыланайық. Егер жас болсаңыздар, қысқаша сіздерге көрсетілген болатын жауаптар. Соңынан сабақтың соңында тағы бір айналып келіп қарап жазып алуларыңызға болады. Сонымен иондық байланыстың түзілуінің алгоритмі. Осы алгоритмді өздеріңізге түртіп алсаңыздар, болашақта иондық байланыстың түзілуін оп-оңай және түсінікті жазып үйрене аласыздар. Бірінші, қосылыс түзетін химиялық элементтердің электронды формуласын жазу. Екінші, элементтің металға және бейметалға жататынын анықтау. Үшінші, ион түзілу сызба нұсқасын жазу. Төртінші, иондық қосылыс түзілу теңдеуін жазу. Берілетін электрон санын көрсету. Иондық қосылыстың формуласын құрастыру. Түртіп алыңыздар. Сонымен бүгінгі сабағымызда біз балалар иондық байланыс дегенімізді сұрағына жауап алдық деп ойлаймын. Сіздерге мына сілтеме арқылы сабақтан соң тағы да бір қарап шығуға кеңес беремін. Оқушылар, үйге тапсырма параграф 14-ті оқу, нөмір 5 және 6 жаттығуды 73-ші беттегін орындау. Сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.